Жетінші сабақ қазақ тілі. Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, лайк басып және комментария жазуды ұмытпаймыз. 27-ші тапсырма. Мәтінді оқып, не туралы екенін анықта және мәтінге ат қой. Бұл құстың аты қызғыш. Ол далалы жерде мекендейді. Қызғыштың мойны қара, жасылдау, ал арқасы жылтыр. Бауыры мен екі бүйірі ақ түсті, қанаты жалпақ, тұмсығы түзу, әрі қысқа болып келеді. Қызғыш жауын құртпен, ұсақ қоңыздармен қоректенеді. Зиянды шыбын-шіркейлерді жеп пайда келтіреді. Бұл мәтінге қызғыш деп ат қоямыз, өйткені қызғыш деген құстың аты. Мәтінге жоспар құрып, мазмұндама жаз. Мәтінге жоспар құрамыз. Бірінші жоспар. Құстың аты қандай? Екінші жоспар. Құс қайда мекендейді? Үшінші жоспар. Қызғыш құс қандай жануарлармен, қандай жәндіктермен қоректенеді? Және осы жоспар бойынша балалар дәптерімізге мазмұндама жазамыз. 28-ші мәтін. Мәтінді оқы. Үкі жемін түнде аулайды, жыртқыш құс. Оның басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ, ол ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Осығандардың сипаттау мәтіні екенін дәлелде. Оған ат қой. Жыртқыш құс, үкінің түр түсі, оның пайдасы. Осы жоспар арқылы мәтін бөліктерін талда. Қай бөлік жазылмаған? Жыртқыш құс. Үкі жыртқыш құс. Ол жемтігін түнде аулайды. Яғни бұл туралы жазылмаған. Үкінің түр түсі жазылған мәтінде. Оның пайдасы. Үкінің пайдасы туралы мәтінде жазылмаған. Үкінің пайдасы, ол ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Осы жоспар арқылы мәтін бөліктерін талды. Соңғы бөлікті құрастырып айт. Шығармашылық үзіліс. 29-ші тапсырма. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Баласын тізіп соңына, сүңгіп жүріп үйретті. Су жұқпайтын тонына кім біледі? Бұл жерде жұмбақтың жауабы үйрек. 30-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Бір үйрек балапандарымен бірге шұңқырдың жанында жүрген. Үйрек барқылдап балапандарын шыр-шыр етеді. Әсел жүгіріп келіп шұңқырға қараса, ішінде бір балапан жатыр. Арқасымен құлапта. Қалай бұлқынса да тұра алмады. Әсел балапанды шұңқырдан алып шықты. Ол анасы мен балапандарға қарай жүгірді. Мәтіннің өзің қалаған бөлігін көшіріп жаз. Оған ат қой. Әсел балапанды шұңқырдан алып шықты. Ол анасы мен балапандарға қарай жүгірді. Бұл жердегі сөйлемге ат қоятын болсақ, қамқорлық деп ат қойсақ болады, немесе кішіпейілділік, жан жылуы деген сияқты аттарды қойсақ болады. Өйткені Әсел балапанды құтқарып қалғаны үшін, және ол балапанды анасымен бірге қауыштырды. Егер біз осы жаттығу мен 29-ші жаттығуды мәтін бойынша мультфильм жасайтын болсақ, қай мәтін мазмұнын бір ғана кадрмен немесе бірнеше кадрмен көрсетер едік? Біз бұл жерде 30-ші мәтінді көрсете алар едік. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп және видеоға лайк басуды ұмытпаймыз.